ана сүті балада иммунитет қалыптастырады. Яғни жаңа туған балада ешқандай иммунитет болмайды. Сол себепті жаңа туған баланы анасына бірден емізуге береді. Жалпы бұл ана сүтінің құрамында өте көп пайдалы заттар, қоректік заттар және витаминдер, ең бастысы иммуноглобулиндер ана сүтінің құрамында кездеседі. Бұл иммуноглобулиндер өз кезегінде иммунитет қалыптастырады, яғни ауруға қарсы тұру қабілетін арттырады. Себебі жаңа туған балада ешқандай иммунитет болмағандықтан, осы тек ана сүтімен қоректендіреді. Сол себепті және осы ана сүтінің құрамындағы витаминдердің әсерінен бала ауырмайды. Жалпы бұл ана сүтінің құрамы жасанды сүт қоспаларына қарағанда 10 есе құнды әрі пайдалы болып келеді. Сол себепті балаңыздың денсаулығы мықты болсын десеңіз, балаңызды уақытылы және баланың сұрауы бойынша емізгеніңіз дұрыс.